Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология пәні 11 сынып бөлім қоректену. Тақырыбымыз хлоропласттың құрылымдық компоненттері және олардың қызметі. Қарағанды қаласы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі Аяпбергенова Айнагүл Амангелдиевна. Оқу мақсаты хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнату. Бұл сабақта оқушылар, сіздер хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасында өзара байланысты орнатуды білетін боласыздар. Және хлоропласттың құрылысы мен негізгі құрылымдық компоненттерімен танысасыздар. Оқушылар, бұл сабаққа қойылған мақсатымызға жету үшін өткенді еске түсіруіміз қажет. Суретте қандай процесс көрсетілген? Яғни жақсы білеміз, барлығымыз фотосинтез процесі жүзеге асады. Бұл процесс жүру үшін қандай жағдайлар қажет? Күн сәулесі, көмір қышқыл газы, су қажет екенін, және соның арқасында бізге энергия мен оттегі бөлініп, глюкоза түзілетінін жақсы білеміз. Жапырақтың жасушалық құрылысына сипаттама бер. Жапырақтың ішкі құрылысында жоғарғы төменгі эпидермис, бағаналы және борпылдақ ұлпа мен өткізгіш шоқтар орналасқан. Төменгі эпидермистің астыңғы жағында лептесіктер орналасқан. Хлоропласттар өсімдік жасушаларының жасыл пластидтер деген атауымен белгілі органеллардың бір түрі. Пластидтер энергия өндіру үшін қажетті заттарды сақтауға және жинауға көмектеседі. Хлоропластта фотосинтез процесі үшін жарық энергиясын қабылдайтын хлорофилл деп аталатын жасыл пигмент болады. Оқушылар, жаңа біз жапырақтың жасушалық құрылысын еске түсірген кезде жапырақтың тура ортасында бағаналы және борпылдақ ұлпалар болатынын еске түсірген болатынбыз. Бағаналы ұлпалардың ішінде негізгі фотосинтез процесі жүретін арнайы органеллалар хлоропласттар болады. Хлоропласттардың шығу тегі. Қазіргі уақытта өсімдік жасушаларындағы хлоропласттардың эндосимбиотикалық шығу тегі туралы түсінік жалпылама қабылданып отыр. Қыналар, саңырауқұлақ және балдырлардың бірігіп тіршілік ету түрі болып табылады. Ал жасыл бір жасушалы балдырлар саңырауқұлақ жасушаларының ішінде тіршілік етеді. Осындай жолмен бірнеше миллиардтаған жыл бұрын фотосинтездеуші цианобактериялар эукариоттық жасушаларға еніп, содан кейін эволюция барысында ядролық геномға аса маңызды гендердің басым бөлігін бере отырып, өзінің автономиялығын жоғалтты деп болжайды. Хлоропласттың құрылысы. Хлоропласттардың құрылысы оның екі қабырғасы сыртқы және ішкі екі мембранадан тұрады. Олардың арасында мембрана аралық кеңістік болады. Хлоропласттың ішінде ішкі мембранадан қатпарлана өсіп шығатын күрделі дилакоидты құрылым түзіледі. Хлоропластты толтырып тұратын гель тәрізді зат строма деп аталады. Оқушылар, сіздердің назарларыңыздағы суретке қарайтын болсақ, сол дилакоидтардың бірігуін біз гранулалар деп атаймыз. Әрбір дилакоид стромадан бір қабатты мембрана арқылы бөлініп тұрады. Дилакоидтың ішкі кеңістігі люмин деп аталады. Фотосинтездің қараңғы кезеңі реакциялары мембраналарда жарық кезеңі реакциялары жүзеге асады. Және бұл реакцияларды жүзеге асуға көптеген ферменттер қатысады. Сонымен оқушылар, біз хлоропласттың құрылысымен таныстық. Біздің сабағымыздың екінші мақсаты хлоропласттың қызметі. Хлоропласттың қызметін жақсы түсіну үшін сіздердің назарларыңызға арнайы өсімдік жапырағының ішкі құрылымына ену. Оқушылар, жалпы хлоропластта әдетте өсімдік жапырағында орналасқан қорғаныш жасушалары болады. Қорғаныш жасушалар алдарыңызда көрсетілген лептесік деп аталатын кішкене салуларды қоршап, фотосинтезге қажет энергия, газ алмасуды қамтамасыз ету үшін оларды ашық және жауып тұрады. Хлоропласттар мен басқа пластидтер пропластидтер деп аталады.
жіктелмеген пластиктер әртүрлі типтерде дамитын жасушалардан пайда болады. Хлоропластқа айналатын пропластит бұл процесті тек жарықта ғана жүзеге асырады. Хлоропласттың негізгі қызметі. Оқушылар, сіздердің назарларыңызда жапырақтың міне ішкі құрылымы, оның ішінде жасыл сопақша пішінді болып келген хлоропласттар. Енді осы хлоропласттың қандай қызмет атқаратынына тоқталайық. Хлоропласттардың негізгі қызметі жарық энергиясын ұстап, оны өзгерту. Гранулар түзетін мембраналардың құрамына жасыл пигмент хлорофилл кіреді. Дәл осы жерде фотосинтездің жарық кезең реакциялары хлорофилл арқылы жарық сәулелерін сіңіріп, жарық энергиясын қозған электрондар энергиясына айналдырады. Жарықтың әсеріне қозған, яғни артық энергиясы бар электрондар өз энергиясын суды ыдыратуға және АТФ-ті синтездеуге жұмсайды. Су ыдырағанда оттек пен сутек пайда болады. Оттек атмосфераға бөлінеді, ал сутек ферродексин нәруызымен байланысады. Ферродексин содан кейін қайта тотығады және бұл сутек қысқаша НАДФ деп белгіленеді. Сөйтіп, бұлар фотосинтездің жарық кезеңі реакцияларының соңында су мен жарық энергиясын пайдаланатын АТФ, НАДФ H2 және оттек түзіледі. Сонымен фотосинтездің негізгі қызметі жарық энергиясын ұстап, оны өзгерту. Нәтижесінде АТФ, НАДФ H2 және оттек түзіледі. Хлоропласттың химиялық құрамы едәуір күрделі және құрамында судың мөлшері 75%. Құрғақ заттың шамамен 75-80%-ын әртүрлі органикалық заттар үлесіне тиесілі. 20-25% минералды заттар. Хлоропласттың құрылымы негізгі нәруыздың құрайды. Олардың мөлшері 50-55%-ға тиесілі. Олардың шамадан жартысы суда еретіндер. Нәруызден басқа хлоропласттың құрамында липидтер, РНК, ДНК, фосфор, темір, мыс, магний, цинк, кальций сияқты химиялық элементтер жиынтығы бар. Хлоропласттың ерекше қабілеті жасуша бойымен қозғалуы. Егер жарық әлсіз болса, олар жасушаның жарыққа қараған қабырғасының астында орналасады. Бұл кезде олар жарыққа өзінің үлкен бетімен қарап тұрады. Ал егер жарық өте көп болса, онда олар жарыққа қабырғасымен қарайды. Жарық сәулелеріне параллель қабырғалар бойында орналасады. Жарықтану орташа болған жағдайда хлоропласттар жапырақтың екі шетінің ортасында орналасады. Хлоропласттардың мұндай қозғалулары өсімдіктердегі тітіркену түрлерінің бір көрінісі фототаксис деп аталады. Сонымен оқушылар, бүгінгі өткен тақырыбымызды жүйелеу үшін тапсырма орындасақ. Органоид жазылған әріптер ДЦЕ, Д тилакоид, С строма, Е гранулар. Орналасқан орны хлоропласт, қызметі фотосинтездің қараңғы және жарық фазаларын жүзеге асыру. Келесі тапсырмаға көшетін болсақ, тапсырма 2-де хлоропластқа берілген арнайы мәліметтер бар, я жоқ арқылы дұрыстығын анықтау. Хлоропласт 2 мембраналы органоид. Хлоропласттың құрамында жасыл түсті пигмент хлорофилл болады. Хлоропласт санарақлақ жасушаларында көп кездеседі. Хлоропласттың қызметі фотосинтез процесін жүруіне тікелей әсер етеді. Хлорофилл температураға байланысты түсін өзгертеді. Бұл екінші тапсырманың дұрыс қателігін міне сіздердің алдарыңызда арнайы белгілемен белгіленген. Яғни оқушылар, сіздер бұл сұрақтарға дұрыс жауап бере алдыңыздар деп ойлаймын. Келесі тапсырма химиялық құрамы бойынша берілген тапсырма. Яғни не істеу керек?
сәйкестендіруді орындауымыз қажет. Дұрыс жауап липидтер Д, фосфор А, фотосинтез пигменті С, кальций Д әрпімен белгіленген. Төртінші тапсырма. Кестені толтырып, терминдерге анықтама беру. Фотосинтез процесін жүзеге асыратын өсімдіктердің жасуша ішілік органоиды. Күн сәулесінің қуатымен фотосинтез процесін іске асыратын өсімдіктердің жасыл пигменті. Ішкі мембраналарда болатын жалпақ диск тәрізді тақшалар. Хлоропласт пен жасушаның цитоплазмасын бөлетін қабықша. Оқушылар, бұл тапсырмаларды сіздер өткен тақырып бойынша дұрыс әлі нақты орындай алады деп ойлаймын. Дұрыс жауап, яғни хлоропласт, күн сәулесінің қуатын фотосинтез процесін іске асыратын өсімдіктердің жасыл пигменті, хлорофилл, ішкі мембранада болатын жалпақ тақшалар, тилакоид, хлоропласт пен жасушаның цитоплазмасын бөлетін қабықша, строма. Бәрекелді, дұрыс жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Оқушылар, сіздерге берілген тағы бір тапсырма. Хлоропласттың құрылымын сандармен белгілеп жазыңыз. Хлоропласттың құрылымын анықтай алады. Яғни оқушылар, біз хлоропласттың ішкі құрылысын осы сабақ барысында түсіне алдық деп ойлаймыз. 4. Бірінші тилакоидтардың ішкі мембрана, граналар, 5. сыртқы мембрана, 8. Дұрыс айтасыздар. Ішіне толы сұйықтық тилакоидтардың строма деп аталады. Граналар деп аталады. Дұрыстығын келесі слайдтан байқайық. Нәруыз биосинтезі, ішкі мембрана, ДНК, грана, хлоропласт, нәруыз биосинтезі, хлоропласт, тилакоидтар көрсетілген. Бұл тапсырманы да біз нәтижелі орындай алдық. Оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын 2 сабақты негізгі мақсат еттік. Біріншісі, хлоропласттың құрылымы мен қызметі арасындағы өзара байланысты орнатуды білесіздер дедік. Нәтижесінде біз хлоропласттың құрылысы мен қызметімен танысып, олардың өзара бір-бірімен байланысын анықтадық. Келесі, хлоропласттың құрылысы мен негізгі құрылымдық компоненттермен танысу. Оқушылар, сабақтың барысында біз оны видео бақылау ретінде және тапсырмалар ретінде сурет арқылы өз көзімізбен көріп, хлоропласттың құрылымын жетік меңгере алдық. Нәтижесінде бүгінгі сабақта қойылған 2 негізгі мақсатымыз орындалды. Оқушылар, келесі сабағымызға дейін сіздерге сау болыңыздар деймін. Тек қана биік шыңдардан көрініп, биологияны нәтижелі үйренуімізге
сәттілік тілеймін.